Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге бүгін дәл осы тауық етінен жасалатын пастаны сливкимен емес, қаймақты соуспен жасап көреміз. Яғни рецепті тексереміз. Жалпы бұл тағам түрін сливкисіз қаймақпен де жасауға болады ма, жоқ па? Соңында өз ойыммен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыз. Ол үшін ең алдымен тауықтың төс еті болғаны жақсы. Демек біздің етіміздің сүйегі болмауы керек. Бұл жерде етті сопақша етіп турасаңыздар да, төрт бұрышты етіп турасаңыздар да болады. Бастысы етіміз піспей қалатындай қатты үлкен, не болмаса қатты кішірейіп кететіндей болмауы керек. Мен дәл осылай турадым. Рецептте негізінен пияз болмаған, бірақтан да мен оны қолдандым. Сіздер де қосып көріңіздер, өте дәмді болады. Осылай майда етіп турап тастаңыз. Келесі кезекте 2 жұмыртқамызды қайнатып, оны қабығынан ашып, дәл осылай майда теркадан өткізіп аламыз. Қысып тұрған табамызға аздаған май құйып, дайындап қойған тауық етімізді қуырып аламыз. Тауық еті бізде өте жылдам піседі, бақылап тұрыңыздар, күйіп кетпеуі керек. Осылай қызарып піссе жеткілікті. Мен піскен етімді басқа ыдысқа салып алып, дәл сол қызып тұрған табаға сары майымды салдым. Қазір енді соусын жасап бастаймыз. Егер де сіздерде басқа таба болса, оны да қолдана беріңіздер. Ең алдымен пиязымызды қуырып аламыз. Бізде бұл өте ұсақтап туралғандықтан тез күйіп кетуі мүмкін. Ұзақ қуыруды қажет етпейді. Онан соң қайнатылған 2 жұмыртқамызды саламыз, үстінен қаймағымызды саламыз. Астындағы пиязымыз күйіп кетпес үшін араластырып қоюды да ұмытпаңыздар. Және де соус қатты құрғақ болмасын десеңіз, аздаған су қосып жіберіңіз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш және міндетті түрде ұсақтап туралған укропты да қосып жіберіңіз. Бұл өте ерекше дәм береді. Соусымыз осылайша өте тез дайын болып қалады. Астын сөндіріп қойыңыз. Және осы жерде мен жаңағы дайын болып пісіп тұрған етімді одан әрі жұмсарып тұру үшін соусқа қосып, араластырып, бетін жауып қойдым. Ал ендігі кезекте осында қосатын лапшамызды дайындаймыз. Ол үшін суымызға тұз қосамыз. Міндетті түрде қайнатамыз. Қайнап тұрған суымызға лапшаларымызды саламыз. Мен осындай түрін қолдандым. Негізінен өзіңіз қалаған кез келген лапшаның түрін қолдана берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, бірнеше минут тағы да дайын болғанға дейін қайнатамыз. Және де піскен лапшаларымызды міндетті түрде сүзіп алыңыздар. Оны бірден ыстық күйінде жаңағы соусымызға қосып жіберетін боламыз. Осы жерде айта кететін бір жайт, автор ұсынған рецепттегі лапшалар мен үшін тым көп сияқты. Себебі оның барлығын қосатын болсақ, соусымыз тым құрғақ болып кетеді. Сол себепті де мен осыншамасын алып қалдым. Бұл менде артылып қалды. Сіздер соусты дайындаған кезде қаймағын көбірек қоссаңыздар, не болмаса лапшаны азырақ салсаңыздар болады. Ал мен үстінен сүт қосып жібердім. Бұл дәмін құртпайды, керісінше маған ұнады. Сонымен дайын болған тағамымызды ыстық күйінде дастарханға ұсыныңыздар. Бұл сіздің отбасыңызға да, жалпы кез келген адамға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Мен үстінен осылай укроп қосып жібердім. Бұл міндетті емес, өз қалауыңызша ұсына бересіздер. Не болмаса бетінен сыр қосып жіберсеңіздер де болады. Онымен де дәмі өте ерекше болып шығады. Сонымен не деймін достар, өздеріңіз байқағандай бұл рецепт маған өте қатты ұнады. Жалпы бұл тағамның грибімен, сливкимен жасалатын түрлерін жеп көргенмін және өзім де дайындап көргенмін. Бірақтан да дәл осы қаймақты соуспен жасалатын түрін енді жиі қолданатын боламын. Сіздерге де ұсынамын. Жасап көріңіздер достар.